Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік, аузыңызда еритін, өте оңай жасалатын муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен сары май қажет. Сары майымызды ерітіп аламыз. Ерігеннен соң бөлек ыдысымызға салып 5 минут күтеміз суығанын. 5 минуттан соң 1 чайный ложка содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне құм шекерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және оның үстіне ситадан өткізілген ұнымызды салып, қолымызбенен қамыр илейміз. Бізде осындай үгітілмелі қамыр пайда болуы қажет. Енді осындай формаға қолымызбенен келтіріп, морозильникке 2 немесе 3 сағатқа салып қоямыз, достар. Бізде 2 сағат өтті, қамырымыз қатты болып тұр. Келесі осылай теркамыздан өткізсек те болады, немесе ет тартқыштан, яғни мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Барлығын осылай үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Және пешімізге 200 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Бізде осылай пісіп шықты. Енді ыдысымызға салып, қолымызбенен осылай майдалап шығамыз. Және осылай ызғышонкамызды құйып, қолымызбенен барлығын біркелкі болғанынша араластырып шығамыз. Келесі бізге осындай кішкентай стакан қажет. Бұл біздің муравейнигіміздің формасын шығару үшін. Және осылай суға бір малып аламыз. Ішіне толтырып салып, қолымызбенен басамыз, яғни саусағымызбенен видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Және тақтайымызға ақырын ғана ұрып, муравейнигімізді стаканымыздан шығарып аламыз. Осылайша барлық муравейниктерімізді дайындап аламыз, достар. Осымен біздің өте керемет дастарханыңыздың көркі болатын муравейниктеріміз дайын, достар. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қараңыздаршы, өте жұмсақ болып шықты.